Барлықтарына сәлем достар, және менің атыма қош келіңіздер. Бүгінгі видеода достар, мен сіздерге қолдан спиннер жасаудың тағы да бір әдісін үйрететін боламын. Және сен менің артымда алғашқы рет болып тұрсаң, онда менің артыма жазылып кет. Ал біз видеоны бастаймыз. Ол үшін достар, бізге 5 қақпақ қажет болады. Және де 1 тіс шұқығыш қажет болады. Және де 1 шырпы қажет. Және соңғы ең басты нәрсе бізде ыстық желім қажет. Если достар, сіздердің үйлеріңізде ыстық желім болмаса, онда басқа да клейлерді пайдалануыңызға болады. Достар, бұл бізде болашақ спиннеріміздің сұлбасы, яғни осылайынан көрініп тұрады. Достар, және қақпақ таңдаған уақытта мына екі ортасындағы қақпақ бірдей түсті болғандығы жақсы болады. Достар, ең алдымен екі бірдей түсті қақпағымызды алып, олардың ортасына осылайынан шырпменен үйдіретін боламыз. Және де осылай жасаймыз да, оған тіс шұқығымызды осылайынан істейміз. Яғни, бұны шырпменен жақсылап күйдіретін болсақ, ол жіңішкереді, яғни жұқарып қалады да. Тіс пастасын оған осылайынан тыққан уақытта ол тесіледі. Солай біз екі қақпағымыздың ортасын тесіп аламыз. Достар, мен біреуін тестім. Мен екеуін тестім. Және де қақпақ мына біздің шұқығышымызды еркін ойнап тұру керек. Яғни әрі-бері қозғала білу керек. Яғни менікі қазір әрі-бері қозғалып тұр. Достар, енді біз мына қақпағымызды осылайынан қойып, оның үстіне екінші қақпақты осылайынан орналастырып, желімдеп тастаймыз. Неке достар, желімделді, мына ортасында желім болмау қажет. Және де енді біз мына қалған 3 қақпағымызды алып, осыларды бүйтіп дәл ортасынан бұларды да клейлеп тастаймыз. Яғни өзіміз ең алдымен олардан қалай орналасатынын анықтап аламыз. Неке мен осылайынан тұрады. Енді дәл ортасынан қақпақпен бұлайынан клейлеп тастаймыз. Достар, неке мен желімдеп тастадым. Барлығы да өте әдемі көрінеді. Және де біз енді шұқығышымызды осының ортасына салып келтіреміз. Осылайдан тұрады. Кішкене шыңғырап қояйық. Жанынан қарағанда осылай. Енді мұн жағында да сондай қалдырып, қайшыменен қиып тастаймыз. Енді достар, ыстық желімізді алып, мұның басына осылайынан мінеки жасап болдым. Енді достар, біз екінші жағын жасауымыз керек. Осыны мына тесігіне қарай тығамыз да, келесі жағынан мына жағына да ыстық желіммен солай жасап тастаймыз. Достар, мінеки болды. Мен екі жағында клейледім. Бұл неліктен десеңіздер, достар, мына қолмен біз екі жағына осылай ұстаған уақытта бізде мына шұқығыш қолымызға батып кетпес үшін, яғни осылайынан ұстау үшін жасадық. Достар, ендеше бұны қазір айналдырып көрейік. Достар, айналады, бірақ өте ұзаққа дейін емес. Бірақ достар, бұл бізде айналып тұр. Өте күшті. Болды достар, осымен менің видеом аяқталды. Және де үйлеріңізде бұндай спиннерді қолдан жасап алыңыздар. Және де өте күшті болып шықты, бірақ ұзаққа дейін айналмайтындығы өкінішті. Но біз оны жасап шығардық. Және де если бұл видео сіздерге ұнаса, лайк басыңыздар, және де менің артыма жазылып кетіңіздер. Барлықтарыңызды жақсы көремін. Сау болыңыздар.